Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде Bootstrap курсы, бірінші сабақ, фреймворкпен танысу және орнату. Жалпы фреймворк дегенде, біз фреймворктың көмегімен өзіміздің көптеген уақытта үнемдесек болады. Яғни, мына жерде суретте көріп отырғандарыңыздай, пульт тұр. Пульт телевизорды басқарады. Және де пульттың ішінде өте көптеген схема бар. Осы схемаларды қалай жұмыс жасайтыны бізге маңызды емес. Бізге бастысы осы пульттағы батырмаларды дұрыс басу. Сол арқылы фреймворкта да өте көптеген код жазылып қойған, яғни дайын схемалар бар. Бізге ол фреймворкта жазылған код маңызды емес, бізге тек сол фреймворктың мүмкіншіліктерін дұрыс пайдалану алу қажет. Сол арқылы біз өзіміздің көптеген уақытта үнемдей аламыз. Бұл фреймворктың бірнеше мүмкіншіліктері бар. Bootstrap негізінде селекторлар арқылы жұмыс жасайды. Яғни бұл дегеніміз, сіз өзіңіздің осы HTML тегтерде қажетті класстарды көрсету арқылы сіз парақшаға осы Bootstrap'тың мүмкіншіліктерін қоса аласыз. Және де бұдан бөлек дайын компоненттер бар. Яғни мәзір болсын, немесе пагинация жүйесі болсын, оның барлығында нөлден бастап жазып отырмай, Bootstrap'та дайын алдын ала жазып қойған компоненттерді қолдансаңыз болады. Және де grid жүйесі бар, яғни адаптивті тор құру жүйесі. Осы арқылы сіз құрған парақша кез келген құрылғыда адаптивті түрде ауысып отыратын болады. Енді практикаға өтейік. Практикаға өтпестен бұрын біз сіздермен бірге папка құрамыз. Папканың атауын мен Bootstrap деп атаймын. Және де келесі кезекте файл құрамыз. Текстовый документ. Атауын index.html деп атаймын. Және де vip деген жерге өтіп, мына жерде файлдың форматын қосамыз. Және де қосылған форматтан біз txt деген форматты өшіріп тастаймыз. Бізге HTML форматы қажет. Келесі кезекте бізге Sublime Text бағдарламасы қажет болады. Бұл текстовый редакторда орнатпасаңыз, онда қазір орнатып алсаңыз болады. Енді мен осы Sublime Text'ті ашамын. Және де бұның ішінен мен өзім құрған осы Bootstrap деп аталатын осы батырманы ашатын боламын. Яғни осы папканы ашатын боламын. Енді келесі кезекте index.html файлының ішінде біз HTML структурасын құрамыз. Және де парақша атауына Bootstrap сапағы деп жазайын. Келесі кезекте біз h1 тегін қоямыз. Және де lorem ipsum деп жазатын боламыз. Және де осы біз құрған файлды енді браузерде ашатын боламыз. Сол кезде көріп отырсыздар, lorem ipsum сөзі шықты. Енді біз Bootstrap'ты қалай орнатамыз? Ол үшін біз браузерге Bootstrap cdn деп жазсаңыздар, Bootstrap'ты сілтеме арқылы қосуға болады. Немесе файлын орнатып, файл арқылы қоссаңыздар да болады. Бірақ та ең оңай жолы ол әрине осы Bootstrap'ты сілтеме арқылы қосу. Енді осы жерден HTML деген жерден осы бір дайын сілтемені көшіріп аламыз. Және де тайтылдың астына осы сілтемені қоямыз. Сол кезде парақшаны жаңартатын болсақ, міне біз Bootstrap'тың қосылғанын көріп отырмыз. Яғни Bootstrap автоматты түрде осы текстің шрифтін өзгертіп отыратын болады. Енді келесі кезекте біз осы текстің түсін өзгертейік. Түсін мысалы қызыл түске өзгертетін болсақ, біз style және де color red деп жазатын боламыз. Сол кезде түсі қызылға ауысатын болады. Бірақ та біз Bootstrap'ты қолданған жоқпыз. Біз бұл стильді өзіміз қолдан бердік. Енді біз Bootstrap'тың түсін қолдану үшін ол кезде біз text danger деген класты көрсететін боламыз. Сол арқылы Bootstrap бізге бұл тексті қызыл түске ауыстырып беретін болады. Қызыл емес, жасыл түске ауыстыру үшін Bootstrap success, яғни text success класын көрсетеміз. Сол кезде жасыл түске ауысатын болады. Бұдан бөлек, қандай түстер бар деген сұраққа келетін болсақ, Bootstrap colors деп жазатын болсаңыздар, сіздерге Bootstrap'та бар түстердің тізімін шығарып беретін болады. Осы жерден сіздер көк түсті көріп отырсыздар. Көк түс ол primary деп аталады. Сұры түс secondary, және де warning десеңіздер, сіздерге сары түсті шығарып беретін болады. Және де келесі кезекте мен осы жерде тұрған осы бір дайын текстті көшіріп алайын. Және де мына жерде danger деп қызыл түсті қайтарайын. По текстің ішіне
осы бір текстті қояйын. Және де бұл үлкен көлемдегі текстті мен сары түсте бейнелейтін боламын. Сол кезде біз көрсеткен түстер шықты. Енді астына біз сіздермен бірге батырма құрамыз. Батырманы мысалы тест батырма атайық. Және де классқа біз btn деп жазамыз. Яғни btn дегеніміз ол баттан деген сөз. Және де батырманың түсін көрсетеміз. Батырманың түсі қызыл болсын. Жаңартамыз парақшаны. Сол кезде осы біз көрсеткен батырма шықты. Яғни тест батырма деп шықты. Бұл жерде btn классы ол біздегі батырмаға ішкі шегініс қосады, яғни паддинг, және де батырманың шекарасын алып тастайтын болады. Және де осы секілді көптеген стильдерді қосатын болады. Ал екінші тұрған btn danger деп аталатын класс, бұл класс бізге батырмаға қызыл түсті беретін болады. Және де мына жерде сіздер bootstrap buttons деп жазатын болсаңыздар, сіздерге қандай түстерге бояуға болатынын көрсетеді. Яғни bootstrap'та негізінде түстердің тізімі ол әрқашанда стандартты. Осы primary'ден басып, осы бір қара сұр түске дейін осы 7-8 стандартты түс бар. Бұдан бөлек бұл парақшада қосымша өздеріңіз қосымша мүмкіншіліктер берсеңіздер болады батырмаларға. Мысалы btn outline danger деген классы қолдану арқылы біз батырмадан ішіндегі қызыл түсті өшіріп тастап, тек осы тышқанды әкелген кезде ғана жанатындай етіп жасай аламыз. Келесі кезекте осы элементтерді бір блоктың ішіне салайық. Кішкене элементтерді бір ретке келтіру қажет. Баттон қоямыз. Және де келесі кезекте біз осы блокқа түс береміз, артқы фон береміз. Артқы фонды мысалы мен қара түс бергім келеді. Қара түсті беру үшін ол dark деген осы бір классы қолданамыз. Парақшаны жаңартатын боламыз. Сол кезде қара түс бейнеленді. Енді осы блокпен ішінде тұрған контент арасына шегініс беру үшін бізге padding деп аталатын класс көмекке келеді. Оны біз p3 деп көрсететін боламыз. Яғни бұл жерде p дегеніміз ол padding деген сөз, ал 3 дегеніміз ол paddingтің өлшемі. Осы арқылы біз ішкі шегініс көрсетсек болады. Жалпы paddingтің мәндері ол бірден басталып 5-ке дейін аралықты қамтиды. 5 ол өте үлкен көлемдегі шегіністі бізге берсе, ал 1 деген көрсеткіш ол өте аз көлемдегі шегіністі беретін болады. Жалпы бұл padding мәні болатын. Келесі кезекте біз батырмаға мысалы margin деп аталатын қасиетті көрсетсек болады. Бұл қасиетті біз m деп аталатын осы класс арқылы көрсетсек болады. Мысалы m5 деп жазатын болсақ, осы жерде тұрған класс төменге қарай, яғни шегініс жасайтын болады. 5 емес, мысалы қарапайым жоғарғы y координаты бойынша 2 болсын, ал x координаты бойынша 5 болсын. mx және де my. Сол кезде біздің батырма y координаты бойынша 2 шегініс жасайды, және де x, яғни горизонталды бойынша 5 деген шегініс жасайтын болады. Бұл енді margin қасиеті болды біздегі. Және де бұдан бөлек ішкі шегініс жасау үшін padding классын біз қолдандық. Енді келесі кезекте біз сіздермен бірге alert деген классы қолданамыз. Сіз авторизация жасамадыңыз. Және де авторизация бетіне өту деп жазайық. Енді бұл классқа біз alert деп көрсетеміз. Және де alert danger деп жазамыз. Сол кезде біз осы жерде, яғни осы блоктың жоғарғы бөлігіне осындай бір қысқа тексті қоятын боламыз. Бұл енді alert дегеніміз бұл қандай да бір клиентке хабарламаны көрсету үшін қолданады. Және де alert danger ол осы хабарламаның түсін өзгертетін болады. Мысалы, қызыл емес, жасыл түсте беру қажет болса,
немесе сәтті хабарламаны көрсету үшін біз alert success классын қолдансақ болады. Немесе warning деген классын қолдану арқылы біз осы хабарламаны сары түсте көрсете аламыз. Бұдан бөлек енді компоненттер деген тақырыпқа келетін болса, bootstrap navbar деп жазатын болсаңыздар, біз дайын осы мәзір компонентін қолдансақ болады. Бұл жерде, мына жерде дайын мәзір компоненті, осыны көшіріп алу арқылы біз осы жоғарғы бөлікте осы bootstrap'тың, мына жерде форма бізге қажет жоқ, осы дайын компонентін қолдансақ болады. Бұл жерде өздеріңіз көріп отқандай, біз осы мәзірді нөлден жазбай, bootstrap'тағы осы бір дайын мәзір компонентін тек қоя салдық. Енді осы мәзірдің бірнеше мүмкіншіліктері бар. Мысалы, бұл мәзірдің түсін өзгертсек болады. Мәзірдің түсін өзгерту үшін жоғарғы бөлікте navbar light деп тұр. Яғни, қазір бізде ашық, яғни ақ түс тұр. Ақ түсті біз қара түске ауыстырайық. Ол үшін dark класын қоямыз. Dark деп жазу арқылы біз осы мәзірді қара түске ауыстырамыз. Енді мәзір мен контенттің арасын бөлейік. Ол үшін hr класын қолданамыз. Осы арқылы біз осы сызық қоямыз екі компоненттің ортасына. Енді мына жерде ақ түсте бейнеленген шегіністі алып тастау үшін біз класс деген жерге m0 дегенді қоямыз. Яғни margin 0. Яғни біз сыртқы шегіністі алып тастаймыз деген сөз. Енді жаңартатын болсақ, сол кезде бізде осы сыртқы шегініс алынып тасталды.